Ұлы даланың руханияты ұлт болашағының негізі. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында өткен аймақты ғылыми тәжірибелік конференция осы тақырыпқа арналды. Ауқымды шараға жергілікті және іргелес аймақтардан жалпы саны 200-ге жуық мұғалім қатысты. Елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы конференция өзегіне айналды. Онда ғалымдар көшпелі халықтың әлемдік өркениетке қосқан үлесін сан сала бойынша саралады. Бірі тіл мәселесін қаузаса, енді бірі өлке тарихына қатысты жәдігерлерді түгендеді. Ұлы даланың музыкасы да ұмыт қалған жоқ. Күй қағаны Құрманғазының бай мұрасын зерттеу еңбектеріне арқау өткендері де болды. Бүгінгі таңда Құрманғазы соңында қалған аса бай музыкалық мұраның сыр сипатын бұрынғыдан да терең ажасуға айрықша ден қоямыз. Оркестрге алғаш түсірген Құрманғазы күйлерінің екпінді, дыбыс көлемі, ырғақ өлшемдері өзгергенін айтпағанда, шығарманың ажары тілдеп, құлпырып, бояу нақышы, орындалу мәнері де мүлде жаңа сапаға ие болды. Бұл жолғы шараның басты ерекшелігі оған Ақтөбе, Атырау өңірлерінен қазақ тілі мен әдебиеті, тарих пәні мұғалімдері арнайы келді. Жалпы қаңтар айынан бастап өлкетану пәні еліміздегі барлық мектепте арнайы курс ретінде оқытыла бастады. Жинақта әр аймақтың мәдениеті мен тарихына қатысты мәліметтер топтастырылған. Шара барысында қатысушылар ондағы батыс өңіріне ортақ құндылықтарды сөз етіп, кейінгі ұрпақ біліп өсуіне ықпалдасу жайын талқылады. Мысалы, Жұмекен оқулары өтіп тұрады, Фариза оқулары, Нұралы Әжіғалиев оқулары өтіп тұрады. Мұндай шаралар өте керек деп есептеймін. Мынау біздің кейінгі ұрпаққа, өскелең жас ұрпаққа біздің қазақ халқының қандай рухани мұраларының молдығын, әдебиетімізді, мәдениетімізді насихаттау мақсатында мұндай шаралар жиі өтіп тұрса деп есептеймін. Бүгін өте жақсы тәжірибе алмастық. Конференция жұмысына үздік 36 баяндама іріктеліп алынған. Ұлттың өткені мен бүгініне қатысты ой толғамдарын педагогтар түстен кейін секциялық отырыстарда жеткізсе, шеберлік сабақтарында кәсіби білімдерін арттыруға мүмкіндік алды. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идеров, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.